Сәлем достар, сіздермен бүгін мен сезімнің әлемі. Достар, бүгін мен сіздермен бірге Токабокада тамақ таңдайтын боламын. Неше кеттік. Достар, сіздерге бір нәрсе айтып кеткім келеді. Осы менің YouTube парақшамда жазады, чтобы мен хейтерлер жазып бастап отыр уже. Потому что менің аккаунтымда, жаңбырды қалай жағасың деген видеода көрсеткем. Сол видеоның астына бір қыз жазған. Обложканы Мериден ұрлағансың дейді. Жоқ. Ол обложканы мен ұрлаған жоқпын. Ол обложканы Google'дан алдым. Google'ды сенбесеңіздер ашып қараңыздар. Google'да толы обложка. И қазір мен сіздерге тамақ таңдауды үйретемін. Ашып көрсенбесең, мен сенің ұрысқым келіп тұрған жоқ. Сен айтып жатырмын. Так, бірінші тамаққа кіреміз. Ең бірінші тәттілерден бастағым келеді. Ең бірінші осыны қоссақ, біз осыны тәтті шығады. И сосын бізде осыны жүзім, және де оған осыны нені қосты. Ойбай, бұл емес болмаймын. Қазір осын жоқ, мен қателестім. Так, сосын біз осылай жүрген кезде тәттілер жасай аламыз. Үшімізге осы, және де бір клубника керек. Клубника. Міне осындай әдемі не шықты. Және де тағы да осылай жасауға болады. Және де мен сіздерге енді шырын көрсетемін. Осы арбузникті аламыз, және де осыны жаққа салғанда бізде осындай әдемі болып шығады. Және де тағы да бір арбузды аламыз, және де бізге кокос керек. Мен кокос алдым, и оны мына арбузник. Мен қазір мен сіздерге салаттаймын деп тұр. Так, салаттаймын үшін емес. Бізге осындай тауық керек, және де оның үстіне бізге не керек, капуста керек. Екен қысымыз не салшылады, және де мен тағы көрсетім деп тұр. Осының үстіне сыр да қоссаң болады. Бірақ бұндай сыр емес, андай домалақ сыр болса болады. Және де мен қазір сіздерге бутерброд жасап көрсетемін. Осындай помидор, және де оған сыр керек. Сыр. Вот осындай екі түрлі бургер шықты. Және де мен қазір осы неге, және де оған осы сосисканы қоссаң, осындай тамақ шығады. Және біз қазір бутерброд жасаймыз. Помидор қосамыз оған, және де бізге не қажет? Сыр қажет. И намен жабамыз. Вот бізде осындай әдемі не шықты. Достар, негізі сырды алып тастасақ, және де оның орнына біз не қоямыз, қателеспесем. Столбаймен. Міне вот. Осындай бутерброд шығады. Ал енді десертке заттар көрсетемін мен сіздерге. Ол үшін осыны аламыз, және де бізге мынандай қажет. Түрі біртүрлі ше. Екен қосында осындай болып шығады. Мынандай болады, осындай торт шығады, және де клубника, және де бізге тағы да не қажет. Мынау тортқа қосатын. И бізде осындай торт шығады. Болды. И тағы бір тортты так. Осындай тауықтың өзінің осындай десерткасы бар, және де оны біз окорочка береміз тауықтың. И осындай әдемі болып тамақ піседі бізде. Және де осы жұмыртқаны аламыз. Бізге бір жұмыртқа да жетеді. Так, жаңа моттағы осыны аламыз, ірімшікті. Және де оны жұмыртқаға қоссақ, осындай әдемі таңғы асқа тамақ шығады.
И енді сіздерге бір нәрсе көрсетемін. Қазір бізге ол үшін торт қажет. Және де біз қазір қателеспесем бізге осы торттың бір бөлшегі. Мен қазір сіздерге тағы бір тамақ көрсетемін. Ол тамақ, мынандайдан тұрады. Ол үшін осы қажет. Және де тағы да торт көрсетемін мен қазір сіздерге. Оған мынандай қосамыз қазір. Так. Қазір мен достар тауайын. Так, достар, жаңағы нәрсе болмайды екен. Мен жаңа оны көрдім. Сосын бізде мынандай түрі бар екен. И қазір мен сіздерге бізге ананас және де кокос керек. Кокос алайын қазір. Бізде кокос жоқ болғандықтан осы жердегі ағаштан аламыз. Вот, и кокосты тастаймыз. Қазір мен мынаны қосып. Вот осындай бізде шырым болды. Мынау ананас және де кокоспен, ал мынау арбуз и неден. Вот осындай шырым шықты. Және де біз қазір татты пісіреміз. Ол үшін осы және де бір нәрсе қажет. Қазір көрсетемін. Клубника сияқты тәрізді мынандай. Міне өте керемет болды. Керемет деп ойладым. Сіздерге ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. И нан керек бізге қазір. Достар, осы нан қажет бізге. И нанның үстіне біз осындай жұмыртқа қоямыз. Сол кезде осылай таңғы асқа тамақ істеуге болады. Вот осылай болды адам. Вот осындай бізде тамақ шығады таңғы асқа. И бізге осы макарон керек олшын. Макарон және де балық керек. Макаронды нәрседен жасай берсек болады. Мысалға балықтан жасалды мынау. И макарон сосискадан жасалды. Макарон еттен де жасала береді. Так, макарон керек бізге. И ет. Вот осы. Және де макаронды неден жасай аламыз? Помидордан. Помидордан жасасақ күшті. Вот осындай болып шығады. Ал мынау етпен, мынау помидормен. Енді менде 2 тамақ қалыпты. 2 тамаққа не пісірім кеп тұр. Менің ойымда бір сладкий нәрсе бар. Қазір көрсетемін сіздерге оны. Осымызге осы зат қажет. Және де оның үстіне қазір мен бір нені қосам. Міне осындай әдемі не шықты. Және де оның үстіне абрикос қосамыз. Вот осындай. Мен осы екеуін кейбір видеоларында қоям. Сол баяғы татты жаңағы. Қайда еді? Вот осы татты. Де оған жүзімнен қоясақ болады. Вот осындай жүзім және де оған андай клубника сияқты болса күшті. Вот клубникадан күшті кетеді. Достар, егер де сіздерге менің кеңесім ұнаса, лайк басып тіркеліп, маған поддержка беріп кетіңіздер. Всем пока. Видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер.